Саламатсыздар ма оқушылар? 4-ші сынып математика пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Алдыңғы сабақтарда алған біліміңді бүгінгі сабақта қорытындылайсың. Растханалар туралы айтатын боламыз. Сабақтың мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыру және де өрнектердің мәндерін табу. Бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Бірінші тапсырма: растхана орналасқан қаланың атын есептеу арқылы тап. Таулы үстірттегі астрофизика институтының растханасы теңіз деңгейінен 1450 метр биіктікте орналасқан. Бұл институтты құруға 1941 жылы 21 қыркүйегінде Мәскеу және Санкт-Петербургтың астрофизиктер тобының келуі негіз болды. Бұл қай қалада орналасқан екен? Атауын есептеу арқылы табамыз. 97 мен 11-дің көбейтіндісі қаншаға тең? Дұрыс айтасың, 1067. Ендеше мына жерге L әрпі түседі. Келесі 44 пен 11-дің көбейтіндісі. Дұрыс айтасың, 484. Мына жерге демек A әрпі түседі. 77 пен 11-дің көбейтіндісі қаншаға тең? Дұрыс, 847. Мына жерге Т әрпі түседі. Келесі 29 пен 11-дің көбейтіндісі. Дұрыс айтасың, 319. Мына жерге А әрпі түседі. 46 мен 11-дің көбейтіндісінің мәні қаншаға тең? Дұрыс айтасың, 506. Демек, мына жерге қандай әріп түседі? А әріпі. 17 мен 11-дің көбейтіндісінің мәні 187. Мына жерге М әріпі. Сонымен оқушылар, қай қалада орналасқан екен растхана? Алматыда. Жарайсыңдар. Ендеше оқушылар, назарларыңызға растханалар туралы бейнефильмді ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі тапсырма: салыстыру. Ауызша орындайық. Бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектің мәнін тауып аламыз, одан кейін екі бөлшекті салыстырамыз. 95 пен 92-ның қосындысының мәні 97-ге тең. 91 мен 94-дің қосындысының мәні қаншаға тең? 9-дан 5-ке тең. Жарайсыздар. 9-дан 7 артық па, 9-дан 5 артық па? Дұрыс, 9-дан 7 артық.
20-дан 7 мен 20-дан 4-тің қосындысының мәні қаншаға тең? Дұрыс, 20-дан 11-ге. 20-дан 1 мен 20-дан 2-нің қосындысының мәні? Дұрыс айтасың, 20-дан 3-ге тең. 2 бөлшекті салыстырғанда қайсысы артық? Дұрыс, 20-дан 11 артық. 8-ден 2-ден 8-ден 1-ді азайтқанда қаншаға тең? 8-ден 1, дұрыс айтасың. 8-ден 5 пен 8-ден 2-нің айырмасының мәні қаншаға тең? 8-ден 3, дұрыс айтасың. Қай бөлшек артық? Дұрыс, 8-ден 3 артық. 30-дан 8, 30-дан 3 сандарының қосындысының мәні қаншаға тең? Дұрыс айтасың, 30-дан 11-ге тең. 30-дан 8 бен 30-дан 2-нің қосындысының мәні қаншаға тең? Дұрыс айтасың, 30-дан 10. Қай бөлшек артық сонда? Дұрыс, 30-дан 11 артық. Жарайсың. Келесі тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Үшінші тапсырма. Тәжірибелі велосипедші Алматыдан 100 км қашықтықтағы асы түрген шатқалында орналасқан растқанаға 4 сағатта жетті. Қайтар жолда ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтты. Ол қайтар жолға неше уақыт жұмсады? Оқушылар, есеп не туралы? Дұрыс айтасыңдар, велосипедшінің қозғалысы туралы. Есептен не белгілі? Дұрыс айтасың, барар жолда 100 км қашықтықты 4 сағатта жүргені белгілі. Ал тағы да не белгілі? Жарайсың, қайтар жолда 5 км сағатқа азайтқаны белгілі жылдамдығын. Есептен не белгісіз? Дұрыс, қайтар жолға неше уақыт жұмсағаны белгісіз. Берілгені S 100 км, яғни жүріп өткен ара қашықтық 100 км-ге тең. Т біріміз барар жолдағы уақытымыз 4 сағат. В2-міз, В2-де отырғанымыз қайтар жолдағы жылдамдығы 5 км-ге азайды дейді барар жолға қарағанда. Сондықтан В1-мізден 5 км сағатты азайтамыз. Бізге не белгісіз? Қайтар жолдағы уақыт белгісіз. Табу үшін алдымен барар жолдағы жылдамдықты тауып аламыз. Ол үшін жүрген жолды уақытқа бөлеміз. Мәндерін қояйық. 100 бөлінген 100 бен 4-тің бөліндісі 25 км сағатқа тең. Демек, барар жолдағы жылдамдық 25 км сағатқа тең болған екен. Енді қайтар жолдағы жылдамдықты табу үшін барар жолдағы жылдамдықтан 5 км сағатқа азайды дейді. 5-ті азайтамыз. Сондықтан қайтар жолдағы жылдамдығы 20 км сағат болған екен. Ендігі біздің табатынымыз қанша уақытта жетті? Жұмсалған уақытын табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 100-ді 20-ға бөлеміз 5 сағат. Демек, қайтар жолда велосипедші қайтар жолға 5 сағат жұмсаған екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Дәптеріңе орында. Телескоптың радиусын тап, 2 метрді 1 сантиметр деп ал. Дәптеріңе осындай шеңбер сыз. Диаметрі 10 метр болатын телескоп Антарктиканың оңтүстік полюсінде Амундсен Скотт станциясында орналасқан. Ол өзінің астрономиялық бақылауларын 2007 жылдың басында бастаған. Ал енді оқушылар, диаметр дегеніміз не? Бұл мынау шеңбер. Ал енді осы шеңбердің диаметрі дегеніміз не екен? Дұрыс айтасың. 2 нүктесін қосатын сызықты, қарама-қарсы 2 нүктесін қосатын сызықты диаметр дейміз. Диаметрі қаншаға теңге телескоптың? Дұрыс, 10 метрге тең. Ал енді бізге телескоптың радиусын тап дейді. Радиусы дегеніміз не? Дұрыс, центрінен кез келген шеңбердің нүктесіне дейінгі ара қашықтық
радиусы болып табылады. Радиусы. Ал енді бізге осы телескоптың радиусын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Дұрыс айтасың, диаметрді 2-ге бөлеміз. Радиусы қаншаға тең екен? 5 метрге тең. Енді бізге 2 метрді 1 сантиметр деп ал дейді. Сонда 10 метрім қанша сантиметрге тең? 5 сантиметрге. Біздің сызатын шеңберіміздің диаметрі 5 сантиметр болады екен. Ал радиусы қанша болады? Радиусы 2 сантиметр 5 миллиметр болады екен. Демек, циркулімізді алып, сызғышымыздан 2 сантиметр 5 миллиметр қашықтықты өлшеп алып, дәптерімізге осындай шеңбер сызайық. Сызып болсаң, ұстазыңа көрсет. Жарайсың. Келесі ширату жаттығулары. Ойлан және жауап бер. Саябақта 4 тоған бар. Бір тоғаннан екіншісіне айналып жүрмей, бірден қысқа жолмен бару үшін олардың арасындағы жолдарға құм себу қажет. Қандай жолдар жасау керектігін көрсет. Ойланып көр. Айналып жүрмеуіміз қажет дейді, бірінен біріне бару үшін. Қысқа жолды табуымыз қажет. Ойландық па? Ал енді тексерейік. Мына жол арқылы мынағанда бара аламын. Мына тоғанға да қатынай алам, мына тоғанға да қатынай алам. Мына тоғаннан барлық бағытқа қатынауға болады. Ең қысқа жолы осындай болады екен демек. Жарайсыңдар. Сен де осылай ойладың ба? Өте жақсы. Келесі өзіндік жұмыс, 4-ші жұмыс дәптері 25-26 беттерді орындап ұстазыңа көрсет. Сау болыңдар.